Жотам ағайын, нарықтағы бағаны құлатамыз ба? Дәл осы автокөлікті мен колесадан 34, 35, 38 миллион теңге дейін көрген болатынмын. Ал біз оңтүстік Кореядан бұл көлікті бар болғаны 19 миллион теңге алып келдік. Бұл бізде нағыз немістердің автокөлігі BMW G60 кузовтағы 520i M Sport комплектациясында келіп тұр. Осы автокөлікті қазір толықтай қазақ нөмірге есептейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қанша ақша үнемдейсіздер, егерде оңтүстік Кореядан дәл осындай немістерді тапсырыс беретіндеріңізді білетін боласыздар. Бұл бізде аты аңызға айналған 5-ші серияның жаңа буыны болып саналады. Бизнес класс пен спорттың үйлесімі. Сыртқы келбетіне келетін болсақ, өте агрессивті осында М спорттағы обвестер және де линзалы өте ақылды бізде оптикамен жабдықталған. Достар, нағыз бұл жастардың айдайтын эмоцияны беретін автокөліктердің бірі. Бұл автокөлікті бізде Ақтау қаласынан тапсырыс беріп жатыр. 19 миллионға біз Алматыға дейін жеткізіп бердік. Енді көліктің моторы жайлы келейік. Капотымыздың астында екі объемды турбо бензинмен жабдықталған. 190 аттың күші бар. 100-ге бар болғаны 7,5 секундта жетеді. Ал қаланың ішінде 8-10 литр жесе, трассада 5-7 литр жеді. Сондықтан да өте эконом автокөліктердің бірі десек те болады. Моторы жұмсақ, керек кезде динамиканы береді, эмоцияның барлығын сыйлайды. Бизнес класс үшін бұл өте жақсы көрсеткіш болып саналады. Және де 8 сатылы автомат. Ал көліктің сыртқы жабдықтарына келетін болсақ, 19 дюймдік бізде титанды дисктер және де спорттық тежегіштер өте әдемі көрінеді, осындай көк көмбек түсте, және де стильный, аккуратный М екенін дәлелдеп тұратын бізде значок міндетті түрде. 360 камерасы аймағының барлығын алады. Осындай тонкий бізде шеңешке кеткен повторители поворотников, датчик слепых зон енді міндетті түрде бар деп ойлаймын барлық адамдарда. Және де ручкасы сәл бір түрлі екен, қалай ойлайсыздар? Үстіге осылай ашылады екен. Қыстың күні ешқандай қатып қалмайтынына кепілдік берем екен. Достар, енді артқы жағына келетін болсақ, көліктің арты өте брутальный, өте әдемі көрінеді автокөлігіміз. Арт жағы басқа әлем десек те болады. Ал көлігіміздің артына келетін болсақ, жаңа стильдегі стоптар, кең көрініс, баяғы G30 кузовымен сәйкестік мүлдем жоқ. Бұл басқа деңгей. Нағыз бизнес класс пен спорттың үйлесімі десек те болады. Артында себебі қараңыздар, глушақтың өзі көрінбейді. Глушақты көру үшін астыға түсу керек. Екі жақтан екеуі астыға қарап тұр. Ал багаждың өзі электрический бір батырымен ашамыз. Багаждың өзі қателеспесем бір 520 литрді құрайды. Кез келген чемодандарыңыз емін-еркін сыйып кетеді. Заводской бізде насоспен келіп тұр. Мінекей оңтүстік Кореядан. Және де жап-жаңа бізде ковриктер. Бір батарамен багажында ашамыз. Енді ішкі интерьеріне өтейік. Достар, ішкі салонына келетін болсақ, 12-де 3 дюймдік панель болса, оның жанында 14-де 9 дюймдік полноценный бізде экран. Екеуі бірге қосалқы. Пуш-стартпен от алдырамыз. Көлігіміз керемет осындай М рульмен жабдықталған. Егерде көліктің пробегі көрінбей тұрған болса, настройкадан кез келген өздеріңізге ұнайтын приборды қойып аласыздар. Сонымен 33.748 бар болған километрмен келіп тұр оңтүстік Кореядан. Көзге бірден түсетін бізде проекция на лобовом стекле, одан бөлек управление бізде толыққанды сенсорлы басқарма жүйесі. Керек десеңіздер барлығын басып, керек заттарыңызды ала бересіздер. Өкінішке орай енді көлігімізде орыс тілі де, қазақ тілі де жоқ. Алдағы уақытта енді болады деген үміттеміз BMW компаниясына. Одан бөлек 360 камерасы аймағының барлығын алады, қараңыздар. Өте ыңғайлы, оң жақ, сол жақ, алдыңғы әртүрлі камераларды енді аямапты BMW компаниясы. Көлігімізде ең бастысы драйв модтың бірнеше түрі бар. Мінекей 2, 3, 4, 5, 6 драйв мод. Спортқа қоятын болсаңыздар, спортпен бірге ішкі жабдықтары, подсветкалары осы спорттың бізде түсімен өзгереді. Қып-қызыл. Одан бөлек орындықтардың өзі беліңіздің екі жағын қысып, спортқа дайымын, басуға дайымын дегенде сізге белгі бергендей болады. Көлігімізде енді осында екі әдемі кілтпен келіп тұр, оңтүстік Кореядан.
Одан бөлек ең басты фишкасы BMW-ларда қараңыздар. Егерде сіздер жолда кетіп бара жатсыздар, қолдарыңыз бос емес, оң қолдарыңызды автокөлікте бір музыка ойнап тұрған болса, оның дауысын шығару үшін жай ғана осындай управление жестом деген бар. Көрдіңіздер ма? Бәсейтесіздер, көбейтесіздер. Егерде басқа музыка қою керек болатын болса, осылайша ауыстырасыздар. Көрдіңіздер ма? Енді бірден жұмыс істемей тұр. Міне, бірден жасау керек енді, резко. Ол жағынан енді BMW-ға 5 деген бағаны қоямыз. Одан бөлек көлігімізде өкінішке орай енді тек қана панорамный криша болып тұр. Бұл ашылмайды. Енді 80-ді алатын болсақ, қытайский сборкада 80-дерде осындай тура панорама екен, бірақ ол жауылмайды. Ал біздегі BMW-ларда қараңыздар. BMW-ның панорамасын жауып қоясыздар. Күннің астында быжып пісіп отырмайсыздар. Ол жағын барлығын ойластырыпты. Акустика бізде Harman Kardon, память, плавающий сиденье, электропакеттен міндетті түрде болады, кейбір кез келген автокөліктерде бұл жылдарда. Достар, сондықтан да функция жағынан, стиль жағынан BMW деген өте әдемі, қараңыздар, өте әдемі көрінеді. Видеодан жеткізе аламыз ба деген ойдамын сіздерде. Ал достар, көлігіміздің арт жағына келетін болсақ, менің ұзын бойымен енді толыққанды ыңғайлы деп айтуға да келмейді енді. Бірақ естеріңізде болсын, бұл жартылай спорт пен жартылай бизнес класс болып саналғаннан кейін көлігімізде осылай арт жағы сәл тарлау болады. BMW-ның барлығында. Ал енді көліктің приборларына келетін болсақ, ыңғайлы бізде подлокотник бар, міне подстаканник және де Type-C, арт жағында кондер, орындықтарды жылытқыш. Одан бөлек мына не зат екенін мен түсінбедім. Егерде білетін болсаңыздар, комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Ашылатын бір, мен енді күмәнім бар, бір зонтикке арналған зат па депші, зонтиктарын осы жаққа тығып қояды ма деген. Егерде білетін болсаңыздар, міндетті түрде жазып қалдыңыздар. Ал достар, бұл автокөлік қазақ нөмірге қанша шығатынын қазір есептететін боламыз. Алматыға дейін бағасы 19 миллион теңге келді. Ол дегеніміз көлік доставка біздің қызмет ақымызбен бірге бір ай көлемде Алматыға дейін жеткізіп бердік. Алматыға келген сәтте растаможкасын төлейсіздер. Оценка бойынша доллармен есептеледі. Ол дегеніміз сеткада жазылған бағасымен 3 миллион 500 мың теңге жобасында сондай шығады. Әлі бұл автокөлікті растаможка жасамадық, сондықтан да нақты айта алмай тұрмыз. Утилизбор 2 объемды болғандықтан, ол дегеніміз жақсы, бізге 2 объем 756.875 теңге төленеді. Одан бөлек первичка 3 жылдыққа кіріп тұр. 3 жылдық дегеніміз 24, 25, 26 жылғылар. Демек, бұған 216.500 теңге төлейсіздер. Соскнопка сертификат услуга брокера 500 мың теңге кетеді. Сонымен қазақ нөмірге қанша шығатын мен айтып жазып қойдық. Достар, өздеріңіз ойлаңыздар, енді Қазақстанда бұл автокөліктің бағасы 34, 35, 38 миллион теңгеге дейін тұр. Ал Кореядан сіздер тапсырыс беретін болсаңыздар, 10 миллион теңге үнемдейсіздер. Сондықтан да Кореядан таза немістердің автокөлігін тапсырыс беріңіздер, ақшаларыңызды үнемдеңіздер. Енді мен де түсінбеймін, не үшін соншалықты қымбат екен Қазақстанда. Ары кетсе потолок бір 5 миллион теңге болу керек қой, негізі 10 миллион теңге деген енді слишком секілді мен үшін. Өз пікірлерін жазып қалдырыңыздар. Егерде сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Астында біз өзіміздің байланыс номерімізді қалдырып кеттік. Löпілдеріңіз басып парақшамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.